отырмыз. Бірақ кит дегеніміз не? Үлкен балық. Кит бізде үлкен балық, теңізде үлкен балық. Дұрыс айтасыңдар. Олай болса, мен сендерге музыкалық жанрларға қандай қатысы барын түсіну үшін бір оқиға айтып берейін. Тыңдаймыз ба? Ежелде бұрынғы кезде адамдар жер планетасының біз тұратын пішіні қандай екенін білмепті. Ал сендер білесіңдер ме, жер планетасының пішіні қандай? Неге ұқсайды? Дұрыс айтасыңдар. Ал ежелгі адамдар оны білмепті. Жер планетасын жалпақ, үлкен құймақ тәріздес. Ал ол құймақ құлап кетпес үшін астынан үлкен мықты 3 кит көтеріп тұр деп ойлапты. Міне балалар, музыкада да негізгі 3 жанр бар. 3 музыкалық тип. Ең қызықтысы балалар, сендер ол жанрлармен танысыңдар. Ән, би, марш. Балалар, мен сендердің саяхаттағанды жақсы көретіндеріңді білемін. Олай болса, музыка толқындары арқылы осы музыкалық 3 жанрмен, 3 типпен танысу үшін не істейміз? Музыка теңізіне барамыз. Олай болса, кемелерімізді алайық. Ал дайынбыз ба? Музыка туралы ойлайық. Көзімізді жұмайық. Әдемі бір әуен тыңдайық. Ал олай болса балалар, осы музыканың көңіл күйі қандай екен? Жақсы, жағымды, сабырлы, иә? Олай болса смайликті алып, музыканың көңіл күйі екен осы музыканың көңіл күйі. Тез көрсетеміз. Емин, музыканың көңіл күйі қандай? Көңіл күйін көрсете алдым, иә? Сабырлы әуен екен. Енді сендер балық дедіңдер, иә? Олай болса, осы әуенді қимыл қозғалыспен көрсетейікші. Барлығымыз түрлі балықтар болады. Түрлі балықтарды көрсетеміз. Үлкен балық, кішкентай балық. Суда не жүреді тағы да? Теңіз аяқ. Бірінші кит келе жатыр. Ол бірінші кит кім екенін білсеңдер табу үшін ойлаймыз. Ал бір адам ән орындаған кезде оны соло деп айтады. Соло. Екі адам ән орындағанда дуэт. 3 адам ән орындағанда трио. 4 адам ән орындағанда квартет. Олай болса ойнаймыз ба? Сендер соло, трио тобысында. Енді мына жерде түрлі өздерің жақсы көретін мультфильм кейіпкерлері бейнеленген. Санына қарай неше мультфильм кейіпкері, мына жерде неше әнші қойып шығамыз. Тез. Қарайық, санаймыз. Санаймыз орнымызға. Алқас қателеріңді тексереміз. Қоя қойды.
қарай жүреміз. Кішкене араларыңызды ашамыз, ары қарай жылжыңдар. Жақсы. Бір үлкен, бір кішкентай ішіндіріңіздер. Ал. Әдемі жасауды ұмытпаңыз, иә? Жақсы. Осындай үш карточка аламыз. Біреуі ғана көтерді, біреуі ғана. Аяқ келіп. Аяқ келіп көтерді. Көтерді ғой. Қандай бейт? Мен қандай би? Вальс. Дұрыс айтасың. Қандай би бұл? Дұрыс айтады. Қазақтың ұлттық биі қара жорға биі. Жақсы. Кімнің қолында жалауша сол марш киітіне барады. Кімнің басында шляпа сол бит киітінің жанына барып жағаламыз. Кеттік орнымыздан тұрамыз. Билеп жүреміз. Суретке қарай тұрамыз, көреді ме? Bizlerге көмектесе аламын. Барлығы түсінікті. Маған әзірше қиын, маған өте қиын. Келе ғой, аяғын көрсете ғой. Көрсете ғой. Ақ аяқтарыңызды.
болды дейді. Ага, рецепт келген. Я хочу домой. Ал, боже. Сабақ үшін рахмет. Келе бақ. Түсінікті әрі Abi hayır, gel. Көрсетеміз. Көрсетеміз. Барлығы түсінікті. Кел. Қазір? Түсінікті әрі Ал балалар, сендерге музыкадағы үш кит өздерінің сыйын беріп жіберді. Ал, аламын. Бір-бірден. Су астындағы түрлі түсті қастар. Аламын. Не бұл жерде? Аламын. Бәрі